Ана, әке, бала ол бақытты отбасы. Дегенмен де біз ерте әкемізден айырылғандықтан көп адамдар әке туралы айтқан кезде эмоциямен жауап береді. Әкеңіз сіз үшін қандай адам болды? Әкеңіздің рөлі қандай деген кезде жылап жібереді, немесе ашуланып жауап береді. Қойыңызшы, айтқым келмейді деп айтып жатады. Әке біздің асқар тауымыз. Егер де біз әкені қабылдамайтын болсақ, онда біз өзіміздің бір жағымызды қабылдамаймыз. Оң жақпен мәселе болатын болса, адамда ауру болсын, қандай да бір мәселелер, ол әкемен қарым-қатынасты білдіреді. Әкені қабылдамау арқылы біз өзіміздің болмысымызды қабылдамаймыз. Өйткені әкені қабылдамаған кезде біз тұрмысқа шыққан кезде өзіміздің ашуымызды, ренішімізді жолдасымызға көрсетуіміз мүмкін, иә. Солай біз өзіміздің ішкі әкеге деген агрессиямызды көрсетеміз. Әкеден не келеді? Жалпы әкеден бізге қамқорлық келеді. Әкесімен жақсы болған балалар